Жанбота 73 жасқа толған түні үйінде жалғыз отырды. Терезенің сыртында боран ұлып тұр. Қар аралас жел ескі үйдің шатырын сықырлатып, есіктің саңлауынан суық леп кіргізеді. Бөлменің бір бұрышындағы пештің шоғы әлсіреп барады. Оған отын салуға Жанботаның шамасы жоқ еді. Бір аяғы бұрынғы жол апатынан кейін мүлде әлсіреп қалған. Қолтығына балдағын қыстырмаса, орнынан тұра алмайды. Соңғы жылдары екінші аяғы да сыр бере бастаған. Үстел үстінде бір кесе су, бірнеше дәрі және сарғайып кеткен ескі сурет жатты. Суретте 3 болатыр. Ортада үлкен ағасы Орамбай. Оның оң жағында қабағын түйіп тұрған кішкентай Жанбота. Сол жағында кенже інісі Еркетай бар. Орамбай екі бауырын екі қолымен құшақтап алыпты. Өзі күлімдеп тұр. Жанбота суреттегі ағасының жүзіне ұзақ қарады. «Аға», деді ол, дауысы дірілдеп. «Сен бізді әкеміздей қорғадың. Ал мен сенің аманатыңа не істедім?» Оның көзінен аққан жас әжім басқан бетімен төмен сырғып түсті. Дәл сол сәтте сыртқы есік қағылды. Бір рет. Сәлден кейін екінші рет. Жанбота елең ете қалды. Бұл үйдің есігін қағатын адам қалмаған еді. Көршілер де оны аса жақтыра бермейтін. Туыстарының көбі әлдеқашан теріс айналған. «Кім бар?» деп дауыстады ол. Сырттан бір әйелдің үні естілді. «Жанбота апа, есікті ашыңыз, менмін». Жанботаның жүрегі тоқтап қала жаздады. Бұл дауысты ол бірден таныды. Қанша жыл өтсе де ұмытылмапты. Бұл баяғыда 9 баласымен үйден қуып шыққан жеңгесінің тұңғыш қызы Камиляның дауысы еді. Жанбота балдағын қолын алды, бірақ орнынан тұруға батылы жетпеді. Өйткені бұл есіктің арғы жағында оның бүкіл өмірі, бүкіл күнәсі және тым кеш келген кешірін тұрғандай еді. Орамбай, Жанбота және Еркетай бір шаңырақта дүниеге келген 3 ағайын деді. Орамбай Жанботадан 10 жас үлкен болатын, ал Еркетай Жанботадан 5 жас кіші еді. Олардың әкесі мал шаруашылығымен айналысқан еңбекқор адам болатын. Таң ағармай тұрып қораға шығып, малын қарап, күн батқанда ғана үйіне кіретін. Анасы жұмсақ мінезді, балажан әйел еді. Орамбай жастайынан салмақты болып өсті. Әкесі жоқта малға қарады, анасына көмектесті, екі бауырына қамқор болды. Ал Жанботаның мінезі кішкентайынан ауыр еді. Ол біреудің қолындағы нәрсеге қызығатын, өзіне тиесілі дүние ешкімде болмасын деп ойлайтын. Анасы Еркетайға жаңа киім әперсе, Жанбота қабағын түйіп, бірнеше күн сөйлеспей қоятын. Орамбай мектептен жақсы баға алып келсе де, іштей қызғанатын. «Бәрің Орамбайды ғана жақсы көресіңдер», деп айғайлайтын кейде. Анасы оны бауырына тартып: «Жанбота, сен де менің баламсың. Үшеуіңнің де орындарың бөлек. Ағанды сыйла, ол сендерге әке орнына әке болады» дейтін. Құрметті тыңдарман, әңгімені тыңдап бастамас бұрын арнамызға жазылып, подписка жасап жіберіңізші. Сіздің қолдауыңыз бізге өте маңызды. Қолдауыңызға шексіз алғыс білдіреміз. Бірақ Жанбота бұл сөздің мағынасын түсінбеді. Неге Орамбай бәрінен жоғары тұру керек? Неге бәрі соны мақтайды деп ойлайтын. Орамбай қарындасының ауыр мінезін білсе де, оған ешқашан жамандық жасамады. Мектепке баратын жол алыс болғандықтан, қыстың күндері қарындасын арқасына мінгізіп алатын. Өзеннің үстіндегі мұздан өткізетін. Өзінің қолғабын шешіп, Жанботаның тоңған қолына кигізетін. Бірде Жанбота қатты ауырып қалды. Дене қызуы көтеріліп, бірнеше күн төсек тартып жатты. Ауылда көлік табылмады. Сонда 17 жастағы Орамбай қарындасын көрпеге орап, көрші ауылдағы дәрігерге атпен жеткізген еді. Бірақ Жанбота есейген сайын ағасының сол жақсылықтарын ұмыта берді. Оның жүрегінде ешкімге байғатпай өсіп келе жатқан қызғаныш бар болатын. Орамбай 20 жасқа толғанда олардың әкесі ауыр науқастан қайтыс болды. Бұл отбасы үшін үлкен соққы болды. Еркетай әлі кішкентай, Жанбота 10 жаста ғана еді. Әкелерін жерлеп келген күні аналары 3 баласын алдына отырғызды. «Орамбай», деді ол жылап отырып, «енді мына үйдің үлкен сенсің. Қарындасым мен үнінді саған аманат етемін». Орамбай анасының қолын ұстап: «Уайымдамаңыз анашым, екеуінді ешкімнен кем қылмайым» деді. Ол сөзінде тұрды. Оқуымды жалғастырам деген арманын кейінге сырып, жұмысқа кірісті. Әкесінен қалған азын аулақ малды көбейтті. Қораны жөндеді. Егістікке шықты. Жанботаның киімі бүтін. Еркетайдың қарны тоқ болу үшін қолынан келгеннің бәрін жасады. Жанбота бой жеткен кезде Орамбай оған қалаған киімін әперді.
Оқуға түскенде ақшасын төлеп қалаға шығарып салды. Қиналсаң бірден айт, сен менің жалғыз қарындасымсың деді. Ағасының мұндай қамқорлығын көрген адамдар: Жанбота, сен бақытты қызсың, Орамбайдай аға екінің бірінде жоқ дейтін. Бірақ осы сөздің өзі Жанботаға ұнамайтын. Ол ағасына алғыс айтудың орнына, ол үлкен болған соң жасауға міндетті деп жауап беретін. Жылдар өте, Орамбай әкесінен қалған шағын шаруашылықты кеңейтті. Мал басын көбейтіп, бірнеше жұмысшы жалдады. Ескі үйдің орнына үлкенірек үй салды. Ағайын туыстың бәрі оның еңбегіне сүйсінетін. Ал Жанботаның ішіндегі қызғаныш та сонымен бірге үлкейіп бара жатты. Орамбай 21 жасында Айсұлу есімді қызға үйленді. Айсұлу да сол маңдағы қарапайым отбасынан шыққан еді. Ата-анасы оны кішкентайынан еңбекке, сабырлыққа және үлкенді сыйлауға тәрбиелеген. Келін болып түскен алғашқы күннен бастап ол үйдің тірлігіне араласты. Таңертең бәрінен ерте тұрып пеш жақты, малға жем берді, енесінің шайын дайындады. Жанботаның шашын өріп беріп, қарындасым, сабаққа кешігіп қалма деп шығарып салатын. Ал Еркетайға киім тігіп, оқуына көмектесетін. Үйге келген жұрт: Орамбайдың бағы бар екен, келіні қандай ибал деп мақтайтын. Осы сөздер Жанботаның намысына тиетін. Келін түскеніне бір ай толмай жатып, ол Айсұлуды жақтырмайтынын ашық көрсете бастады. Бір күні Айсұлу дастарханға жана піскен бауырсақ қойды. Жанбота біреуін алып тістеп көрді де, қамыры піспеген деп ыдысқа қайта тастады. Кешір, келесі жолы дұрыстап пісірем деді Айсұлу. Келесі күні Жанбота оның дайындаған тамағын тұзды деді. Одан кейін шайды дұрыс демдемеді деп кінәлады. Айсұлу бірде-бір рет қарсы сөйлемеді. Жас қой, уақыт өте келе түсінсерміз деп ойлады. Бірақ Жанботаның ашуы уақыт өткен сайын күшейе берді. Оған Айсұлудың адамдармен тез тіл табысатыны, енесінің көңілін табатыны, Орамбайдың әйелін құрметтейтіні ұнамайтын. Бір күні Жанбота ағасына: үйленгелі бізді ұмытып кеттің. Қазір саған әйелінен басқа ешкім керек емес деді. Орамбай қарындасына таңғалып қарады. Олай деме Жанбота. Айсұлу да енді осы отбасының адамы. Оның саған қандай жамандығы тиді? Сен бәрібір соны қорғайсың. Ол менің әйелім, бірақ сен менің қарындасымсың. Неге бір-біріңе жау болуың керек? Жанбота жауап бермей, есікті тарс жауып шап кетті. Айсұлу олардың сөзін естіп тұрған еді. Сол түні ол күйеуіне: мүмкін мен бір нәрсені дұрыс істемей жүрген шығармын. Жанбота мені қатты жақтырмайды деді. Орамбай әйелінің қолынан ұстап: сен ештеңеге кінәлі емессің. Оның мінезі кішкентайынан сондай, бірақ жүрегі жаман емес. Бір күні бәрін түсінеді деп шұбатты. Орамбай қарындасының бір күні түсінетініне сенді, бірақ сол күн тым кеш келетінін ол білген жоқ. Орамбай мен Айсұлудың шаңырағында балалар бірінен кейін бірі дүниеге келе бастады. 17 жылдың ішінде олар 9 балалы болды. Үйдің іші сәбилердің күлкісіне, жылаған дауысына, балалардың жүгірген аяқ дыбысына толды. Айсұлу күні бойы тыным таппайтын. Бір баланы емізіп отырса, екіншісіне тамақ беретін. Үлкендерінің киімін жуып, кішілерін ұйықтататын. Соған қарамастан үйге келген адамға қабағым шытқан емес. Орамбай да бар күшін отбасына жұмсады. Мал шаруашылығын кеңейтіп, балаларым ешкімнен кем болмасын деп еңбек етті. Тұңғыш қызы Камиля 7-ші сыныпқа келгенде ең кішкентай сәби әлі бесікте жатқан еді. Жанбота мен Еркетай да есейіп жұмысқа орналасты. Бірақ екеуі де Орамбай салған үлкен үйден бөлек шықпады. Бұл әкемізден қалған жер, біздің де үлесіміз бар дейтін Жанбота. Орамбай қарындасын еш қашан қумады. Үйленіп өз шаңырақтарында құрғанша осы үйде тұра беріңдер. Бұл бәріміздің қара шаңырағымыз деді. Айсұлу да қарсы болмады. Қайта екеуінің жағдайын жасап, тамағын дайындап, киімін жуып жүрді. Бірақ Жанбота жеңгесінің 9 баласына суық қарайтын. Балалардың бірі абайсызда оның бөлмесіне кіріп кетсе: шырыңдар, бүкіл үйді бастарыңа көтердіңдер деп айғайлайтын. Кішкентайлары одан қорқып, Жанбота келе жатқанда бұрышқа тығылатын. Бір күні 4 жасар Нұрсұлтан Жанботаның үстеріндегі кәмпитті рұқсатсыз алып қойды. Жанбота баланың қолынан тартып қатты ұрысты. Ұрлықшы болайын деп жүрсің бе? Бала қорыққаннан жылап жіберді. Айсұлу жүгіріп келіп, ұлын құшағына алды. Бала ғой, білместікпен алды. Кәмпиттің ақшасын өзім берейін деді. Ақшада тұрған жоқ. Балаларыма тәрбие бер.
Осы кезде үйге кірген Орамбай болған жағдайды көріп қалды. Жанбота, 4 жастағы балаға неге сонша айғайлайсың? Өйткені сендердің балаларын басынып кеткен. Орамбай алғаш рет қарындасына қатты сөйледі. Бұл үйде сенің де, менің балаларымның да орны бар. Енді бір рет балаларыма қол көтерсең, мен үндемей қалмайым. Жанботаның өңі өзгеріп кетті. Сол күннен кейін оның Айсылуға деген өшпенділігі тіпті күшейді. Ағамды маған қарсы қойғанған осы әйел деп ойлады ол. Жанбота жеңгесінің бір күні 9 баласымен өзіне қарап қалатынын білген жоқ. Орамбай 38 жасқа келгенде ауылға жұқпалы ауру тарады. Алғашында ол жай ғана тұмауратып жүргендей көрінді. Дене қызуы көтеріліп, жөтеле бастады. Бірақ малдың қамын ойлап, төсекке жатпады. Дәрігерге барайық деді Айсылу. Ертең барам. Бүгін қорадағы жұмыстарды бітіріп алайын деді ол. Сол ертең келгенде Орамбайдың жағдайы күрт нашарлап кетті. Оны аудандық ауруханаға жеткізді. Дәрігерлер бірнеше күн күресті. Бірақ ауру оның өкпесін қатты зақымдап үлгерген еді. Соңғы рет есін жиғанда Орамбай Айсылуды шақыртты. Айсылу күйеуінің қолын ұстап үнсіз жылап отырды. Жылама деді Орамбай әрең тыныстап. Балаларға сен мықты болуың керек. Сен жазыласың, үйге бірге қайтамыз. Орамбай басын баяу шайқады. Егер мен қайтпасам, балаларды аман сақта. Камиляға көмектес. Ол әлі бала болса да, саған сүйеу болады. Олай айтпа. Жанбота мен Еркетай бар. Олар сендерді далаға тастамайды. Сендер менің аманатымсыңдар. Бұл Орамбайдың соңғы анық айтқан сөздері еді. Таң алдында оның жүрегі тоқтады. Ол небәрі 38 жаста болатын. Ауыл үстін азан-қазан дауыс басты. Айсылуды аурухананың дәлізінде тізерлеп отырып қалды. Оның санасында бір ғана ой айналып тұрды. 9 баланы енді қалай асыраймын? Орамбайды жерлеген күні үйдің ауласы адамға толды. Тұңғыш қызы Камиля әкесінің қабірінен кеткісі келмей, әкемді тастап кетпейікші, ол жалғыз қалады ғой, деп жылады. Қалған балалар не болып жатқанын толық түсінбесе де, аналарына жабысып еңіреді. Жанботада көпшілік алдында көз жасын сүртіп тұрды. Бірақ ағасасы жер қойнына тапсырылғаннан кейін, оның ойына ең алдымен 9 жетімнің жағдайы емес, қорадағы мал мен үйдің кімбе қалатыны келді. Орамбайдың 40-да өтпей жатып, Жанбота шаруашылықтың құжаттарын іздей бастады. Малдың бәрін кім есептеп жүр, деп Еркетайдан сұрады. Ағам өзі жүргізетін, кейбір құжаттар сандықта болуы керек. Ендеше бәрін өз қолымызға алуымыз керек. Айсылу мал бағуды білмейді. Ертең бөтен адамдарға сатып жібереді. Еркетай алғашында келіспеді. Бірақ ол ағамыздың балаларына қалуы керек қой. Бізде осы әулеттің баласымыз. Шаруашылықты әкеміз бастаған. Орамбай жалғыз өзі аспаннан түсірген жоқ. Сонда 9 балаға не қалады? Жанбота інісіне ашулана қарады. Сен әлі ештеңені түсінбейсің. Малға ие болмасан, 1 жылда қырылады. Әуелі өзіміз басқарамыз. Кейін балалар өскенде көреміз. Еркетай үндемеді. Оның ең үлкен қатесі де сол үнсіздік еді. Бір күні Жанбота Айсылудың алдына бірнеше қағаз әкелді. Мыналарға қол қоюың керек. Бұл не қағаз? Шаруашылықта уақытша біздің басқаруымызға беру туралы. Сенің бала бағудан қолың босамайды. Малға біз қараймыз. Айсылу қағазға күмәнмен қарады. Орамбай балаларға аманат еткен еді. Біз кімбіз сонда? Бөтенбіз бе? Сен бізге сенбейсің бе? Сенбегенім емес. Онда қол қой. Күйеуінен айырылып, есін әлі жинай алмай жүрген Айсылу құжаттың мазмұнын толық түсінбеді. Ол күйеуінің бауырлары 9 жетімге қиянат жасамайды деп сенді. Қол қойды. Бірнеше аптадан кейін малдың да, қора-қопсының да, үйдің де билігі Жанботаның қолына көшті. Ол өзін үйдің нағыз иесі сияқты ұстай бастады. Балаларға бұрынғыдан да қатты айғайлайтын болды. Айсылудың ас үйден алған әр уыс ұнын, әр литр сүтін есептейтін. 9 баланы біз өмір бойы асырауға міндеттемеспіз, деді бір күні. Айсылу алғаш рет оған тік қарады. Бұл малды сол 9 баланың әкесі өсірді. Орамбай осы шаруашылық үшін денсаулығын берді. Әкемізден қалған азын-аулақ малды ұмыттың ба? Орамбай бәрін жалғыз бастаған жоқ. Бірақ оны көбейткен Орамбай еді. Сен маған ақыл айтпа. Кеше ғана осы үйге келген келінсің. Мен осы үйде 17 жыл тұрдым. 9 бала тудым. Орамбайдың жары болдым. Енді Орамбай жоқ.
Осы 4 сөз Айсылудың жүрегін тілгілеп өтті. Енді Орамбай жоқ. Я, оны қорғайтын, балаларын бауырына басатын, сендер менің аманатымсыңдар деген адам енді жоқ еді. Күздің қара суығы басталған күндердің бірі еді. Жанбота таңертең Айсылудың бөлмесіне кірді. Киімдеріңді жинаңдар. Айсылу оны түсінбей қалды. Не үшін? Бұл үйден кетесіңдер. Қайда барамыз? Қайда барсаңдар да өздерің білесіңдер. Айсылу отырған орнынан тұра алмай қалды. Жанбота, сен не айтып тұрсың? Мынау балаларының әкесінен қалған үйі. Үйге мен де мұрагермін. 9 баланың бәрін қайда апарам? Кішісі әлі 1 жасқа да толған жоқ. Ол менің мәселем емес. Осы кезде Еркетай кіріп келді. Жанбота, бұлай істеуге болмайды деді ол, бәсең дауыспен. Онда 9 баланы өзім асыра. Еркетай тағы да үнсіз қалды. Айсылу үнісіне үмітпен қараған еді, бірақ ол көзін тайдырып әкетті. Сол сәтте Айсылу бәрін түсінді. Бұл үйде оған араша түсетін ешкім қалмаған еді. Ең болмаса балалар қыс шыққанша осында болсын деп өтінді ол. Көктемде өзім бір амалын табамын. Жоқ, не ғұрлым ерте кетсеңдер, соғұрлым жақсы. Орамбай сені қарындасың деп қалай жақсы көріп еді? Өлер алдында бізді сендерге аманат етті. Жанботаның жүзі бір сәтке өзгергендей болды. Бірақ ол жүрегіндегі жұмсарған сезімді қайта тұншықтырды. Аманат деп менің мойныма 9 баланы артып етуге болмайды. Сол күні Айсылу 9 баласының киімін бірнеше ескі қапқа салды. Кішкентайларым бір-біріне қарайлауға тапсырды. Үйден шығар кезде балалар жылап жіберді. Анашым, біз қайда барамыз? Әкеміздің үйіне қайта қашан келеміз? Ойыншықтарымды алайыншы. Айсылу жауап бере алмады. Ол табалдықтан аттар алдында артына бұрылды. Осы үйге 17 жыл бұрын ақ көйлек киіп үмітпен келіп еді. Осы үйде 9 баласын дүниеге әкелді. Осы аулада Орамбаймен бірге талай рет күліп, болашақтарын жоспарлаған. Енді сол үйден жетім балаларын ертіп қуылып бара жатты. Жанбота қорадан кәрлеуі өнген, мен оның ботасын шығарды. Мұнан ал, ештеңе бермет деп айтпасын деді. Айсылу күйінің бидасын қолына алды. Бір түйемен бір ботаға 9 баланың әкесінен қалған бүкіл дүние айырбасталды ма деп сұрады. Жанбота үндемеді. Айсылу оған қарғыс айтқан жоқ. Дауыс көтермеді. Тек, Жанбота, дүние қолдың кірі. Бүгін бар, ертең жоқ. Бірақ жетімнің көз жасы ешқашан жерде қалмайды. Бір күні дәл осы табалдырықта жалғыз тұрып, бүгінгі күніңді есіңе аласың деді. Жанбота ашуланып, кете бер, мені қорқытпа деп айғайлады. Айсылу 9 баласын алдына салып, ауыл шетіндегі бос үйге қарай жүріп кетті. Күн суық еді. Балалардың аяғындағы жұға аяқ киім лайға батып жатты. 2 кішкентайын Кәмилә мен анасы көтеріп алған. Қалғандары қолдарына түйіншек ұстап, үнсіз келе жатты. Ал ең кішкентай сәби анасының арқасында ұйықтап бара жатты. Сол күні Орамбайдың үйіндегі балалардың күлкісі бір жола өшті. Айсылуға ауыл шетіндегі иесіз қалған 2 бөлмелі ескі үйді бір қарт әйел уақытша берді. Үйдің терезелері сынық, пеші жарылған еді. Шатырынан су өтетін. Бірақ Айсылу балаларын далада қалдырғаннан гөрі осыны артық көрді. Алғашқы түні олар еденге көрпе төсеп, бір-біріне тығылып жатты. Балалардың бәріне бірдей тамақ жетпеді. Айсылу қалған бір үзім нанды 9-ға бөліп берді де, менің қарным тоқ деп өзі аш жатты. Түн ортасында Кәмилә анасының үнсіз жылап отырғанын көрді. Анашым, мен мектептен шығайын, жұмыс істеймін деді ол. Айсылу қызының аузын алақанмен жапты. Ешқашан олай айтпа. Әкең сендердің оқығандарыңды қалады. Қандай қиындық болса да оқуларыңды тастамайсыңдар. Бірақ біз не жейміз? Айсылу терезенің ар жағында жатқан інген мен ботаға қарады. Құдай бізді тастамайды қызым. Қолымызда бір түйе бар. Оның сүтін сатамыз. Мен жұмыс істеймін. Келесі таңнан бастап Айсылудың күресі басталды. Ол інгенді сауып, сүтін ауыл адамдарына сатты. Біреудің үйін тазалады, біреудің жүнін сабады, нан пісірді, киім тікті. Жазда егінге шықты, күзде картоп жинады. Кәмилә сабақтан келген соң бауырларына қарады. Өзінен кейінгі балалар да шамалары келгенше көмектесті. Олар кейде аш жатты, кейде бір киімді бірнеше бала кезек киіп өсті. Бірақ Айсылу балаларына бір ғана өсиет айтатын. Бізге жамандық жасаған адамға ұқсамаңдар.
Біреудің ақысын жемеңдер, жетімге, жесірге қиянат жасамаңдар. Жүректеріңді ашуға толтырсаңдар, өз өмірлерінде өздерің улайсыңдар. Жанбота апаны кешіруіміз керек пе деп сұрайтын Кәмилә. Айсұлу үнсіз қалатын. Кешіру бір күнде келмейді, қызым. Бірақ кек сақтап өмір сүру де адамды бақытты етпейді. Айсұлу кеткен соң Жанбота мен Еркетай үйді, қораны және малдың барлығын өз биліктеріне алды. Бірақ олар Оранбай сияқты шаруашылық жүргізе алмады. Оранбай әр малдың күйін білетін, қай уақытта жайылым ауыстыру керегін, қыстық жемді қанша дайындау керегін алдын ала есептейтін. Жанбота болса кез ақша тапқысы келді. Малдың біразын сатып, үйге жаңа жиһаз алды. Қалаға барып, қымбат киімдер сатып алды. Еркетайға көлік әперді. Өмір бір-ақ рет беріледі. Оранбай сияқты таңнан кешке дейін малдың соңында жүрудің қажеті жоқ дейтін ол. Бірнеше жылдың ішінде қора босай бастады. Қыс қатты болған жылы жем жетпей біраз мал қырылды. Қалғанын арзан бағаға сатуға тура келді. Соңында Оранбай жылдар бойы маңдай терімен өсірген шаруашылықтан ештеңе қалмады. Олар үлкен үйді де сатып жіберді. Сатып алушыға үйдің кілтін берген күні Жанбота ауылда жалғыз тұрды. Құлағына балалардың баяғы күлкісі естілгендей болды. Жанбота апа, менің қуыршағымды көрдіңіз бе? Әке, мені атқа мінгізші. Ол басын шайқап, әлгі дауыстарды қуып жіберекісі келді. Жеңгесінің соңғы айтқан сөзі есіне түсті. Бір күні дәл осы табалдырықта жалғыз тұрып, бүгінгі күніңді есіңе аласын. Бос сөз, деді Жанбота өзіне. Әркім өз тағдырын өзі жасайды. Бірақ ол өзінің тағдырын дәл сол күні 9 жетімді үйден қуып шыққан сәтте өзгертіп қойғанын әлі түсінбеген еді. Жанботаның жасы 30-дан асты. Оған бірнеше адам сөз салды. Бірақ ешқайсысымен тіл табыса алмады. Бір жігіттің табысын асынды. Екіншісінің ата-анасын жақтырмады. Үшіншісін қызғанып, әр қадамын тексерді. Қайда болдым? Кіммен сөйлестің? Неге маған бірден хабарласпадым? Оның ауыр мінезіне шыдамаған жігіттер бірінен кейін бірі кетіп жатты. Жанбота бәріне өзгені кінәлады. Қазіргі еркектер әлсіз, маған лайықты адам жоқ. Менің мінезімді көтере алмайды. Алайда жылдар өтіп жатты. 40 жасқа келгенде құрбыларының балалары бой жетіп үйлене бастады. Ал Жанбота жалғыз бөлмеде жалғыз оянатын. Мереке күндері бұрын шақыратын туыстар да біртіндеп алыстады. Өйткені Жанбота барған жерінде біреуді сынап, біреудің көңілін қалтыратын. Кейде түнде ағасы Оранбай түсіне кіретін. Ол ештеңе айтпайтын, тек 9 баласының ортасында тұрып, қарындасына мұңая қарайтын. Жанбота шошып оянып, «Мен ешкімге қарыз емеспін», деп дауыстайтын. Бірақ оны ешкім естімейтін. Үйде өзінен басқа ешкім жоқ еді. Жанбота 45 жасқа толғанда Қайсар есімді 50 жастағы ер адаммен танысты. Қайсардың бұрынғы әйелі қайтыс болған, баласы жоқ еді. Өзі көп сөйлемейтін, сабырлы адам болатын. Өмірдің қалған бөлігін бірге өткізсек, қалай қарайсың, деді ол Жанботаға. Жанбота ұзақ ойланды. Ол Қайсарды сүйіп қалған жоқ еді, бірақ жалғыздықтан қорқа бастады. Оның үстіне елдің тұрмысқа шықпай қалды деген сөзінен шаршаған. Сөйтіп Қайсарға тұрмысқа шықты. Алғашқы бір ай тыныш өтті. Жанбота өмірім енді түзелетін шығар деп ойлады. Бірақ бір күні таңертең Қайсар төсектен тұра алмады. Оның денесінің бір жағы қимылсыз қалған еді. Дәрігерлер ауыр инсульт болғанын айтты. Бұрынғы қалпына толық келуі екіталай. Үнемі күтім қажет болады, деді дәрігер. Жанбота аурухананың дәлізінде үнсіз отырды. Ол шаңырақ көтеріп, жаңа өмір бастаймын деп келген. Енді бір айдан кейін жүріп тұра алмайтын адамға қарауға мәжбүр болды. Қайсар сөйлеуден қалды. Тамақты да өз қолымен іше алмайтын. Оны жуындыру, киіндіру, орнын ауыстыру бәрі Жанботаның мойнына түсті. Алғашқы жылдары ол ашуланатын. Неге бұл жағдай менің басыма түсті? Кейде Қайсарға ауыр сөздер айтып қоятын. Бірақ күйеуі жауап бере алмайтын. Тек көзінен үнсіз жас ағатын. Бір күні Жанбота ашумен кесені үстелге қатты қойды. «Мен сенің күтушің болу үшін тұрмысқа шыққан жоқпын». Қайсар оған ұзақ қарады. Сол жанарда реніштен гөрі шарасыздық басым еді. Осы көрініс Жанботаға әлдебір ескі оқиғаны есіне түсірді. 9 баласын жетектеп, табалдырық алдында тұрған Айсұлудың да көзінде дәл осындай шарасыздық болған. Жанбота алғаш рет селгете қалды. Бірақ тәкаппарлығы оған өткен күнәларын мойындауға мүмкіндік бермеді.
Ол Қайсарды 1 ай немесе 1 жыл емес, 20 жыл күтті. 20 жыл бойы таңертең ерте тұрып дәрісін берді, киімін ауыстырды, тамақтандырды. Түнде бірнеше рет оянды. Бір кездері өзгенің балаларына бір кесе сүтті қимаған Жанбота енді өмірін бір науқас адамның күтіміне арнады. Жылдар оның арқасын бүкті, шашын ағартты, қолдарын дірілдетті. 65 жасқа келгенде Қайсар өмірден өтті. Оны жерлеуге санаулы ғана адам келді. Жанбота моланың басында жалғыз тұрып, енді мен қайда барам деп сыбырлады. Бұл сұраққа жауап беретін адам болмады. Қайсардың 40-нан кейін Жанбота аудан орталығынан ауылға көлікпен қайтып келе жатты. Қыс еді, жолдың беті көк мұз. Көлік бұрылыста тайып кетіп, жол жиегіндегі терең орғаға аударылды. Жанботаның денесі кемірге соғылып, жамбас сүйегі мен бір аяғы қатты зақымданды. Ол бірнеше ай ауруханада жатты. Дәрігер: "Жүре аласыз, бірақ бұрынғыдай емес. Өмір бойы балдаққа сүйенуіміз мүмкін" деді. Жанбота аурухана төсегінде жатып төбеге қарады. Оған су әкелетін, үстін жауып қоятын, қолынан ұстайтын өз баласы жоқ еді. Кейбір күндері Еркетай келіп тұрды, бірақ оның да денсаулығы нашарлаған болатын. Жанбота аурухананың дәлізінен балаларын жетектеп жүрген аналарды көргенде жүрегі шымырлайтын. Егер менің де балам болғанда. Содан кейін Орамбайдың 9 баласы есіне түсетін. Олар да менің балаларындай болар еді ғой. Егер сол күні оларды құшақтап қорғасам, бүгін мен жалғыз қала алар ма едім? Бірақ өткен күнді қайтару мүмкін емес еді. Еркетай да кеш үйленді. Әйел екеуінің баласы болмады. Ол сырт көзге Жанботадай қатал емес еді. Бірақ ағасының отбасына жасалған қиянат кезінде үнсіз қалды. Сол үнсіздік өмір бойы оның жанын жеді. Қартайған шағында Еркетай ауыр сырқатқа шалдықты. Өлерінен бірнеше күн бұрын Жанботаны шақырды. "Әпке, есінде ме? Айсұлу жеңгемізді балалармен қуып шыққан күн." Жанбота қабағын түйді. "Өлер алдында соны неге айтып жатырсың?" "Өйткені мен ол күнді еш қашан ұмытпадым." "Бәрін жасаған мен сияқты сөйлейсің." "Иә, қағаздарды сен дайындадың, үйден сен қудың, бірақ мен тоқтата алмадым. Демек, мен де кінәлімін." Еркетайдың көзінен жас шықты. "Ағам мені баласындай өсірді, ал мен оның балалары далаға шыққанда көзінді тайдырып әкеттім. Менің жазам өз баламның болмаған емес. Ең үлкен жазам ағамның 9 баласы бола тұра, олардың бірде-бірі мені әке орнына көрмегені." Жанбота үнсіз отырды. "Әлі кеш емес", деді Еркетай. "Тірі күнімде кешірім сұра, әйтпесе мен сияқты өкінішпен кетесің." "Олар бізді кешірмейді." "Кешірмесе де бар. Күнәнді мойында. Адамның кешірмеуі бір бөлек, Құдайдан кешірім сұрамау бір бөлек." Бірнеше күннен кейін Еркетай қайтыс болды. Оны жерлеп келгенде Жанбота үйіне кіріп айнаға қарады. Айнадан ол баяғы өктем, тәкаппар Жанботаны көрмеді. Алдында балдаққа сүйенген, шаша ағарған, қабағынан қаһар емес, қорқыныш байқалатын жалғыз кемпір тұрды. Орамбай жоқ, Айсұлу жоқ, Қайсар жоқ. Еркетай да жоқ. Дүние үшін таласқан 3 ағайындының қара шаңырағы да жоқ. Қора толы малдан да түк қалмаған. Жанботада тек бос үй, ескі сурет және жүрегін басқан өкініш қана қалған еді. Ал Айсұлудың 9 баласы жоқшылық көрсе де бір-біріне сүйеу болып өсті. Кәмила мектепті үздіп аяқтап мұғалім атанды. Алғашқы айлығына анасына жылы етік сатып әперді. "Анашым, енді қыста аяғын тонбайды" дегенде Айсұлу етікті құшақтап жылап жіберді. Екінші баласы құрылысшы болды. Ауылдағы ескі үйдің орнына анасына жаңа үй салып берді. Үшінші ұлы мал дәрігері атанды. Кезінде күндерін көруге көмектескен Інген мен Ботаны еш қашан ұмытпай өз шаруашылығын құрды. Қалғандары да оқып, еңбек етіп, отбасын құрды. Олар аса байып кетпеді, бірақ бір-біріне қарасып адал өмір сүрді. Ешкімнің ақысын жемеді. Балаларына да аналарының өсиетін үйретті. Айсұлу өмірінің соңында 9 баласы мен немерелерінің ортасында отырды. "Мен сендерге үлкен дүние қалдыра алмадым", деді ол. Кәмила анасының қолын сүйді. "Сіз бізге дүниеден қымбат нәрсе қалдырдыңыз, адалдықты үйреттіңіз." Айсұлу 80-ге жақындағанда дүниеден өтті.
Оны соңғы сапарға 9 баласы, келіндері, күйеу балалары, ондаған немересі және бүкіл ауыл шығарып салды. Жанбота бұл хабарды кеш естіді. Ол таяғына сүйеніп, жеңгесінің қабіріне жалғыз барды. Топырағы әлі кеппеген моланың жанына отырып: «Айсұлу, сен менен ештеңе тартып алған жоқсың. Мен өз қолыммен бәрінен айырылдым. Сен бір түйемен кетіп, 9 балаңды адам еттің. Ал мен бүкіл малды алып қалып, бір адамды да жанымда ұстай алмадым. Сен жеңдің, Айсұлу. Бірақ сен менімен ешқашан жарысқанда жоқ едің ғой», деп жылады. 15. Кешірім сұрауға барған күн. Жанбота 72 жасында Орамбайдың балаларының бәрін іздей бастады. Алдымен Кәмиляның үйіне барды. Есікті Кәмиляның өзі ашты. Алдында балдаққа сүйенген Жанботаны көргенде, оның жүзі суып кетті. «Не үшін келдіңіз?» Жанбота төмен қарады. «Кешірім сұрауға». «40 жыл өткеннен кейін бе?» «Иә, өте кеш екенін білемін. Анамыздың тірі кезінде келуіміз керек еді». «Білемін. Әкеміздің үйін қайтарып бере аласыз ба?» «Жоқ». «Малын ше?» «Жоқ». «Анамның жылап өткізген түндерін қайтарасыз ба? Біздің аш жүрген күндерімізді өшіре аласыз ба?» «Жоқ, қызым». «Онда сізді қалай кешіремін?» Жанботаның иығы дірілдеді. «Кешіре алмасаң, сенің оған құқығың бар. Мен кешірім алуға емес, күнәмді мойындауға келдім. Сендердің алдарында да, өлген ағамның алдында да кінәлімін». Ол тізерлемек болды. Бірақ жаралы аяғы бүгіліп, табалдырық тақылап түсті. Кәмиля еріксіз оны ұстап қалды. Бір сәтке екеуі үнсіз қалды. Кәмиля алдында баяғы қатыгез әйелді емес, өмірден жеңілген жалғыз қартты көрді. «Тұрыңыз», деді ол. «Үйге кіріңіз». «Мені кешірдің бе?» Кәмиля бірден жауап бермеді. «Мен анам емеспін. Оның атынан кешіре алмаймын. Бірақ ол бізге кек сақтамауды үйретті. Сізді табалдырықта қалдырсам, сізден қандай айырмашылығым болады?» Бұл сөз Жанботаның жүрегін қақ айырғандай болды. Баяғыда өзі Айсұлу мен 9 баланы табалдырықтан қуып шықты. Ал сол балалардың бірі енді оны дәл сондай жағдайда сыртта қалдырмады. Сол күннен кейін Жанбота өзгеруге тырысты. Ол қолында қалған азын аулақ ақшасын ағасының балаларына таратқысы келді. Бірақ олар: «Бізге ақшаңыз керек емес. Қиналған адамдарға көмектесіңіз», деді. Жанбота ауылдағы жетім балаларға киім алып бере бастады. Жалғыз басты аналарға азық-түлік апарды. Біреудің көңілін қалдырса, сол күні кешірім сұрауға тырысатын. Бұрын аузынан тек сын шығатын әйел енді кездескен адамға жылы сөз айтуды үйренді. «Қызым, жүзімнен нұр төгіліп тұр екен. Балаларың аман болсын. Жолын ашық болсын». Ауыл адамдары оның өзгергеніне таң қалатын. Бірақ Жанбота жақсылықты елге көріну үшін жасамады. Ол өткен өміріндегі бір тамшы жастың орнын бір тамшы мейіріммен толтырғысы келді. Кей кештерде Орамбайдың суретін алдына қойып: «Аға, мен сенің балаларыңа ана бола алмадым. Ең болмаса, енді олардың алдында адам болуға мүмкіндік берші», деп дұға ететін. Орамбайдың балалары оны бірден қабылдай қойған жоқ. Бірі араласты, бірі әлі де алыс жүрді. Бірі кешіргенін айтты. Енді бірі бұл тақырыпты қозғамауды өтінді. Жанбота еш қайсысына ренжіген жоқ. Олардың әр қайсысының шешімін қабылдаймын. Мен жақсылықты кешірім сатып алу үшін жасап жүрген жоқпын, деді. Жанбота 73 жасқа толған түні есігін қаққан Кәмиля болатын. «Жанбота апа, есікті ашыңыз, менмін». Жанбота балдағын алып есікке қарай жүрді. Әр қадамы ауыр еді. Есікті ашқанда Кәмиляның қолында ыстық тамақ салынған сөмке мен шағын порт тұрғанын көрді. «Туған күніңіз екенін естідім», деді Кәмиля. «Жалғыз отырмасын деп келдім». Жанбота сенер-сенбесін білмей қалды. «Менің туған күнімді қайдан білдің?» «Анамның ескі дәптерінен көрдім. Ол бәріміздің туған күнімізді жазып жүретін. Сіздігінде жазып қойыпты». Жанботаның ерні дірілдеді. «Мен оған сонша жамандық жасадым. Ал ол менің туған күнімді ұмытпапты ма?» «Анам сондай адам еді». Кәмиля үйге кірді. Пешке от жақты. Үстелге тамақ қойды. Жанбота оған үнсіз қарап отырды. «Кәмиля». «Иә? Мен өлгенде артымнан бір адам шығама деп қорқамын». Кәмиля күрсінді. «Адам соңғы сапарға қанша кісі шығарып салатын емес,
Тірі кезінде қанша жүрекке жылу бергенін ойлауы керек. Қалған өміріңіз аз ба, көп пе, ешкім білмейді. Бірақ әлі де біреуге жақсылық жасауға болады. Сен мені кешірдің бе? Кәмилә көз жасын сүртті. Ұмыта алмаймын, бірақ кешіруге тырысып жүрмін. Жанбота оның қолын ұстап, маңдайына басты. Осы сөздің өзі маған жетеді қызым. Келесі көктемде Жанботаның денсаулығы күрт нашарлады. Ол төсекке таңылды, бірақ бұл жолы жалғыз қалған жоқ. Кәмилә кезекпен бауырларына хабарласты. Бірі дәрі әкелді, бірі иін тазалады, бірі тамақ дайындады. Бәрі бірдей жылы сөйлеген жоқ. Кейбірінің жүрегіндегі жара әлі жазылмаған еді. Бірақ ешқайсысы оны қараусыз қалдырмады. Өлерінен бір күн бұрын Жанбота Орамбайдың 9 баласын жанына жинауды өтінді. Олар келгенде Жанбота әрқайсысына ұзақ қарады. Олардың жүзінен ағасының бейнесін іздеді. Сендерден кешірім сұрауға менің хақым бар ма жоқ па білмеймін, деді ол әлсіз дауыспен. Бірақ бір нәрсені біліңдер. Сендердің аналарым менен әлдеқайда бай адам болып өтті. Өйткені оның жүрегі бай еді. Мен қолыма түскен дүниенің бәрін жоғалттым. Ал ол бір түйемен 9 баласын адам етті. Бөлме іші тым-тырыс болып қалды. Мен ұзақ уақыт бойы неге менің тағдырым осындай болды деп Құдайға өкпеледім. Кейін түсіндім. Тағдыр мені жазалау үшін ғана емес, түсіндіру үшін де сынаған екен. Мен өзім жасаған қатыгездіктің қандай ауыр екенін өз өмірім арқылы сездім. Ол сәл тыныстап алды. Балаларым деп айтуға лайық болмасам да, сендерге бір өтінішім бар. Мен сияқты болмаңдар. Дүние үшін туыстарымнан айырылмаңдар. Жетімнің көз жасына қалмаңдар. Кешірім сұрауды ертеңге қалдырмаңдар. Өйткені кейде ертең тым кеш болады. Кәмилә оның қолын ұстады. Жаныңыз тынышталсын. Біз анамыздың өсиетімен өмір сүреміз. Мені жалғыз қалдырмайсыңдар ма? Жоқ, жалғыз қалдырмаймыз. Жанбота көзін жұмды. Оның жүзінде ұзақ жылдар бойы болмаған тыныштық пайда болды. Таңға жуық ол ақырын ғана: «Аға, аманатыңа кеш болса да оралдым», деп сыбырлады. Содан кейін демі біртіндеп баяулап, жүрегі тоқтады. Эпилог. Жанботаны соңғы сапарға Орамбайдың 9 баласы шығарып салды. Кәмилә оның ескі сандығынан сарғайған суретті тауып алды. Суретте Орамбай 2 бауырым құшақтап күлімдеп тұр еді. Ол суретті Жанботаның кеудесіне қойды. «Ағаңызға өзіміз апарыңыз», деді ақырын ғана. Жанботаның қабірінің басында Кәмилә балаларына қарап былай деді: «Естеріңде болсын, адамды жалғыз қалдыратын кедейлік емес, қатыгездік. Ал жүректерді қайта жақындастыратын байлық емес, кешірім мен мейірім». Сол күні көктемнің алғашқы жаңбыры жауды. Жаңбыр Жанботаның қабіріне, Айсұлудың қабіріне және одан әріректе жатқан Орамбайдың қабіріне бірдей тамып тұрды. Бұл дүниеде бөлісе алмай кеткен үйде, малда, ақшада олардың ешқайсысына қажет емес еді. Адаммен бірге о дүниеге дүние бармайды. Кек жасаған жақсылығы, айтқан жылы сөзі және өзгенің жүрегінде қалдырған ізі ғана барады. Жанбота мұны тым кеш түсінді. Бірақ соңғы демі қалғанша сол қатесін түзетуге тырысты. Өйткені адам қанша ауыр күнә жасаса да, жүрегінде өкініш оянып, жақсылыққа бет бұрса, оның алдында әлде бір жарық жол қалуы мүмкін. Ең бастысы, сол жолға түсуге тым кеш қалмау. Жанботаның тағдыры ауыл адамдар арасында ұзақ жыл айтылып жүрді. Бірақ адамдар оны тек қатыгез әйелдің жазасы деп қабылдаған жоқ. Бұл қызғаныштың адам жүрегін қалай қарайтатыны, дүние қоңыздықтың туғандарды қалай ажырататыны және кеш келген өкініштің қаншалықты ауыр болатын туралы тағдыр еді. Жанбота ағасының үйін алды, бірақ сол үйде бақытты тұра алмады. Малын алды, бірақ сол мал оған береке әкелмеді. Жеңгесін 9 баласымен қуып шықты, бірақ қартайғанда сол балалардың бір ауыз жыл сөзіне мұқтаж болды. Өмір оған бір кезде өзі өзгенің басына салған шарасыздықты қайта сезіндірді. Ол 20 жыл бойы науқас күйеуін күтті. Жол апатына ұшырап, балдаққа сүйенді. Бауырымен күйеуінен айырылып, жалғыз қалды. Сонда ғана ол өзінің ең үлкен қатесін түсінді. Оның тағдырының қиындығы баласының болмауында, немесе денсаулығынан айырылуында емес еді. Ең үлкен қасіреті жүрегі тірі кезде мейірімнен айырылып қалғандайды.
Бақытына қарай өмірінің соңында сол жүрек қайта оянды. Ол өткенді өзгерте алмады, бірақ қалған күндерін өзгерте алды. Бұрын көңілін қалдырған адамдарға жылы сөз айтты, мұқтаждарға көмектесті, ағасының балаларынан кешірім сұрады. Құдайға жалбарынып, әр күнін жасаған қателігін өтеуге арнады. Адамның жасаған қиянаты іссіз кетпейді. Жетімнің көз жасы жерде қалмайды. Бірақ шын жүректен өкініп, түзелуге ұмтылған адамға мейірімнің есігі де толық жабылмайды. Сондықтан кешірім сұрауды қартайған күнге қалдырмаңыз. Жақсы сөзді ертең айтамын демеңіз. Жақыныңызды жоғалтқаннан кейін оның қадірін түсінуге мәжбүр болмаңыз. Бүгін қолыңыздан келіп тұрғанда бауырыңызды құшақтаңыз. Жетімнің басынан сипаңыз. Жалғыз адамның есігін қағыңыз. Себебі өмірдің соңында адамның артында үйі де, малы да, ақшасы да қалмайды. Артында тек адамдардың жүрегіне қалдырған ізі қалады. Біреудің есінде көз жасы болып қаламыз ба, әлде мейірім болып қаламыз ба? Оны бүгінгі әрекетіміз шешеді. Құрметті тыңдарман, арнамызға жазылып подписка жасап қойыңызшы. Сіздің қолдауыңыз өте маңызды.